Мен қайтадан қосылдым. Прямой эфирім үзіліп кетті, өйткені интернеттің дұрыс болмай жатыр. Қазір екінші симкамды қостым. Қазір көрейік. Жаңа мен интернетім дұрыс болмады, сондықтан осы екінші симкамды қостым. Қайтадан кіруге бел будым. Хорошо, мен жалғастырамын. Так, эфир сақталады. Алдыңғы эфирде сақтап қойдым, бірақ ол жақта көп нәрсе айтылмады. Енді қазір қайтадан айтайын. Бұл компания қазіргі таңда, бұл біздің компания айтпай қойын, былайша онлайн бизнестің қазір дамыған заманы болып тұр. Өйткені барлық жер тоқтап тұр. Қазір көбісі мысалға ер азаматтар кафе, ресторан, жаңа ночной клуб дегендерді бәрін үнемдейтін болды. Өйткені қазір барлық жер жабылып тұр. Ашылған күнде де оған біраз уақытқа шейін баратындай мүмкіндік болмайды. Өйткені қазіргі көбісі бизнестердің бәрі тоқтап тұр. Әйелдер тоқтатады шопинг жасауға, киім алуға. Қазіргі таңда осы именно қазір осы 1-2 айлық карантиннің кезінде барлық адамдар түсінді уже. Қазіргі таңда үйде жататын уақыт емес, қазір ізденістің уақыты, соны жақсылап түсінсеңіздер деймін. Қазіргі таңда круиз, наоборот, болады. Қазір бронирован сайт жұмыс жасап тұр, біздің сайт жұмыс жасап, біздің айлығымыз тоқтаған жоқ. Барлық жердің айлығы тоқтаса да, барлық жер жабылса да, доход болмаса да, біздің айлық әлі алып жатырмыз, представляете? Бізде қазір менің өзім айлығым әр айдың 7-сіне түсіп тұр. Командада көбісі айлықтарын, бонустар, бүгін қазір мысалға подписка болды ма, бүгін уже бонустарыңыз автоматически қазір түседі. Сондықтан біздің бизнес онлайн бизнес. Негізінде бұл компания біздің Қазақстанға келгеннен бастап та емес, бұл негізі 5 жылдан бастап онлайн бизнес. Бұл американский компания, бұл ешқандай пирамида, лохотрон емес, бұл кәдімгі сетевая компания. Неге халықтар сетевая компания десе, шошиды. Өйткені сетевая компанияның көбісі шатастырып алады, пирамида, лохотронмен шатастырып алады. Сосын сетевая компанияның системасын дұрыс жасамаған адам үнемі негативте жүреді. Өйткені ол системаны о баста дұрыс жасаған жоқ. Көбісі сетевая компанияда кімдерді айтамыз? Продажамен жүргендерді, сосын фанаттарды айтамыз. Көбінесе ең мысалға сетевая компанияның мағынасын түсінбейтін адамдар, ол именно продажамен жүрген адамдар. Біздің бизнесте де тоже продажа, но бізде қандай продажа? Бізде путешествие, бізде ондық, демалыс. Мен өзім осы компанияға келместен бұрын именно демалып жүріп ақша табатын нәрсені еш жерде көрген жоқпын. Шын мәнінде ешқайда жерде көрген жоқпын. Өйткені мемлекеттік жұмыста жұмыс жасасам да, мен үлкен бизнес бастай алмадым. Өйткені мен артық ақшам болған жоқ. Өйткені мемлекеттік жұмыста мен 1 айлыққа өмір сүрдім. Ондай біздің Қазақстанда емес, Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде де бар ондай мүмкіндігі жоқ адамдар. Біздің Қазақстандағы емес, 183 мемлекетте осы мүмкіндікті пайдаланып жүрген қарапайым халықтар жұмыс жасап жатыр. Испаниядан, Италиядан, Франциядан, Кореядан, сосын Россия, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан қарапайым халықтар не только біздің Қазақстанда, бүкіл әлемде бар ондай адамдар. Мүмкіндігі жоқ, демалысқа баратын мүмкіндігі жоқ, 24 сағатын, 8 сағатын жұмысқа арнайды да, сол айлыққа мәз болып жүретін адамдар бар. Оны біз мойындауымыз керек. Просто қазір көбісі айтады, сетевой компания мен жасай алмаймын, мен істей алмаймын. Негізі сетевая компанияны бизнес ретінде жасасаңыздар өте оңай. Так. Мынау кім? Қалдыбек. Айналайын Қалдыбек. Ауру жұқтыратын болсаңыз, Италияға бармай-ақ Қазақстан ішінде жұқтыра бересіз. Егер сіздің пешенеңізге сондай нәрсе жазып қойса, не только коронавирус, сіздің пешенеңізге не жазып қойды, сол нәрсені көресіз. Коронавирус болмай-ақ адамдар ұйықтап жатып өліп қалып жатқандар бар. Бұл әлемде болып жатқан жағдай. Біз бұны карантинді қалай айтсам болады, бұны әлемде болып жатқан жағдай, может біздің Алла тағаланың беріп жатқан сынағы болуы мүмкін.
қазіргі таңда көзіңізді ашып қарайтын мүмкіндікті, айналаңызға қарайтын мүмкіндік. Өйткені не істеп жатыр айналаңыз сіздің қазір? Ешқандай іштеңке доход жоқ, көбісі қазір үйде жатыр. Қалдыбек, бұл жерде мен сізге бірінші круиз айтып тұрған жоқ, мен сізге бірінші бизнесті айтайын деп тұрмын. Қазіргі таңда көп бизнестер тоқтап тұр, жұмыстар без содержанияға кетіп жатыр. Сондықтан бұл бизнесте қараңыздаршы, мен сізге просто сіздерге мен біздің компанияның мақсатын айтайын сізге, бизнесті айтайын. Мен ладно, круиз айтпай қойғым, если не хотите, пусть не хотите. Көрініп жатыр ма мен қалай мен қазір? Так, көрініп жатыр ғой, қараңыз. Бізде біздің бизнесте франшиза $295 төлеу арқылы, бүгін дасқа кетіп берем деп еді, бірінші $295 арқылы сіз франшиза төлейсіз. И плюс сізде екі счет ашылады. Біреу круизный счет, екінші карточный счет. Мынау бірінші счет, мынау екінші карточный счет. Кошелек. Или карта деп қояйық. И компания франшиза төлегеннен кейін сізге компания айтады, давайте реклама жасаңыз дейді. Например, сіз тұрсыз, бір адам шақырдыңызда, сіздің қалтаңызға компания $50 түсіреді. Қазір маған айтып беріңізші, қандай жерде қазір сіз, қайға барып, қай жақта мүмкіндік бар қазір данный момент сізге бір адам шақырсаңыз, сізге $50 түсіретін. Екінші адам шақырдыңыз ба, сізге компания $60. Үшінші адам шақырдыңыз ба, сізге компания $70. Төртінші адам шақырдыңызда компания сізге $80. Бесінші адамнан сізге $90. Алтыншы адамнан сізге уже $100. Енді қараңыз, сіз 5 адам шақырдыңыз ба, сіз $350 шешіп алдыңыз. Уже алтыншы адамнан сізде $450 болды. Жетінші адам шақырдыңыз ба, $110. Сегізінші адам шақырдыңыз ба, $120. Тоғызыншы адам шақырдыңыз ба, $130. Оныншы адам шақырдыңыз ба, $150. $295 бір рет бір жылға төлеу арқылы сізге мынандай ақшалар беріп отырады. Неважно қанша адам шақырсаңыз да. Енді плюс компания 10 түрлі доход бар. Бірінші доход осы мгновенный бонус автоматически сізге түсіп отырады. Қазір сіз үйден шықпай-ақ реклама жасау арқылы сіз 50, 60, 70, 80, $90 алатын мүмкіндігіңіз бар. Например, сіз просто үш-ақ адамды шақырдыңыз дейік. $50, $60, $70. Бірінші ай дейік, например. $180 сізге қалтаңызға түсті. $180 ол қанша теңге? Теңгемен қарағанда. Где-то $100 қазір 42 мың, 43 мың болып тұр. Сонда где-то 80 мың теңгедей. 80 мың теңге сіздің қалтаңызға біреу бере ма қазіргі таңда осыны? Енді ары қарай ежемесячный зарплата бар. Если сіздің командаңызда 30 адам болса, сізге компания стабильный айлық береді. $300. Плюс $700 бонус береді. Маркетинг директор. Командаңызда 100 адам болса, сізге компания айлық $1000 береді. Сеньор маркетинг директор плюс $500 бонус бар. Командаңызда 250 адам болса, сізге компания $2500 береді. Сіз команда деген түсініңіз. Сізде мына шақырған адамдарыңыз, олардың шақырған адамдары, например, сіз мына линияңыз сізде 100 адам, мына линияңыз 100 адам, мына линияңыз 50 адам болма, сіз болды, мынаны ала бересіз. Мен қазіргі таңда осыда тұрмын. Региональный директор. Командаңызда 500 адам болма, сіздің айлығыңыз $5000. Командаңызда 1000 адам болма, сіздің айлығыңыз $10,000. Командаңызда 1500 адам болма, 2500 адам болма, сіздің айлығыңыз $25000. Плюс Rolex сағат береді наған. Америкадан келеді. Командаңызда 5500 адам болма, айлығыңыз сіздің $55000. Енді мен сіздерден сұрайын. Қазіргі таңда үйде отырып, қай жақта осында айлық бар? Ладно, үйде отырмай-ақ қойсын, любой бизнес жасайтын болсаңыздар да, сізге бұндай айлық берілмейді. Қойт қайықта мемлекеттік жұмыста сіз 10 жыл жұмыс жасаңыз, 70 жыл жұмыс жасаңыз, қойт 40 жыл жұмыс жасаңыз, сіз только пенсияға
100 мың теңге, ары кетсе 100 мың теңгеге пенсияға шығасыз. Енді адамдар қазір не армандайды? Адамдар не армандайды? Бірінші, важный, не керек адамға қазір? Үй ма? Бірінші, ең бірінші. Отбасылы болғаннан кейін үй керек. Сіздерден сұрайым, үй, например, қанша тұрады қазір? Бір средний нормальный өмір сүру үшін, мен максимум коттеджді айтпай қойын, нормальный өмір сүру үшін, либо Астанадан, либо Қызылордадан, қаяқтан алсаңыз да, где-то сіз, давайте 50 мың долларға сіз үй алдыңыз дейік. Үй алуыңыз керек. Жақсы, нормально, 3-4 комнатный бір үй алам дейсіз 50 мың долларға. Плюс екінші, машина. Так. Машина қанша тұрады? Қазір 15 мың доллар дейгі. Уже сіз екі нәрсені, необходимый нәрсені айтып отырмын сізге. Екеуі 65 мың доллар. Так, средняя заработка менің айлығым 90 мың теңге. 90 мың теңге мен алам. 65 мың доллар, 90 мың теңгеңіз где-то 200 доллар. Қазір калькуляторды алып, көбейтейік. 65 мың долларды біз қанша жыл жинауымыз керек екен? Қанша жыл өмірімізді біз бір мемлекеттік жұмыста арнауымыз керек? Қазір 1 минут мен калькулятор алып келейін. Так, калькулятор аяғында екен. Так, мен дауысым естіліп тұр ғой, Так, кім отыр екен қазір? Қазір 1 минуттан калькуляторын тауып алайыншы. Так, мен даусым естіліп тұр ғой, Так, сіз 65 мың доллар үй, машина алу үшін қанша жыл жинауыңыз керек? Менің айлығым 90 мың болды. Енді сіздердің айлықтарыңыз білмеймін, өздеріңіз білесіздер ғой. Айына табатын айлығым 90 мың болды. Енді мен максимум 200 доллар мен тауып отырмын айына дейік. Бірақ мен жейтін тамағым бар, проезім бар, менде соның хотя бы 100 долларын мен арнап, 100 долларын мен салып отыруым керек болатын болады да, мысалға 100 долларым 40 мың теңге. Енді 65 мың доллар бөлеміз. Мен мысалға 1 жыл жинайын ба, 2 жыл жинайын ба, мысалға 100 доллардан, мен мысалға 100 доллардан айына жинап отырсам, где-то 12 айда мен 12 мың доллар жинайды екем. 12 мың доллар. Мен енді 65 мың долларды бөлемін. 1200 доллар. 1200 доллар жинаймын. 12 мың деп, 1200 доллар жинаймын 10 жыл. Сонда 54 ай жинауым керек екен. 54 ай. 54-ті көбейтемін. 54 жыл. 54 жыл ай емес. 54 жыл. Қараңыздар, 54 жыл. 1200-ді көбейтемін 54-ке. Міне. 1200 долларды, бір жылдық табысым, бір жылда жинағанда 54 жыл мен жинауым керек екен. 54 жыл, представляете, 54 жыл. Менің қазір жасым 35-те. Плюс 54 жасты қосам.
Так. Сонда мен 89-ға келеткем. 89 жасымда маған үй мен машина алу үшін $65,000 жинау үшін. Так, мен интернетім дұрыс болмайды. Мен даусым естіліп тұр ғой, ә? Так. У нас бүгін сотка. Қараңыздар, 89 жасыма келген кезде мен $65,000 жинай алатқем. 89 жасымда 54 жылды мен $100 жинаған жағдайда, жылына $1,200 жинаған жағдайда 54 жыл мен просто әшейін ол кезде может машина мен үйдің бағасы көтерілуі мүмкін. Сонда мен $65,000 жинау үшін 54 жыл мен қызмет жасауым керек екен. А сіз 54 жылдан кейін сіздің жасыңыз 89-да, егер де сіздің жасыңыз қазір 50-де болса, егер де сіздің жасыңыз 45-те болса, сіз неше жыл жинауыңыз керек мемлекеттік жұмыста? $100 ай сайын салған кезде. Кейбіреуінде мақұл $300 жинасын. $300 өзін көбейтейікші, просто так, $300 өзін. Так. Так. $300, $100,000 кім жинай алады, например? $300 көбейтеміз 12 айға. $3,600. $3,600-ды $65,000-ды бөлемін 3,600-ге. Егер де $300-дан айына $130,000 жинап отырсаңыз, сіз 18 жыл или 20 жыл, почти 18-20 жыл сіз $65,000 үй ала аласыз, либо машина. Сондықтан ол кезде может одан да қымбат. Қазірдің өзі ипотекада отыр, пәленбай жылға кішкентай ол ипотеканы төлеп болғаннан кейін ол именно ондай суммаға өткізе ала ма, өткізе алмай, оны кім біледі. Оның жейтін тамағы, ол ондай ақшаны жинай ала ма? Сондықтан бұл компанияда мен қазіргі таңда $2,500 бір жыл 6 айда зарабат етіп жатырмын. Мен мұғалімдік жұмыста 90,000 айлықты 7 жыл жүрген кезде ештеңке жинай алмадым, даже мен $100 артық жинай алмадым. Қазіргі таңда осы компанияның арқасында онлайн бизнеспен $25,000, онлайн бизнеспен $110,000 айлық алып жатқан бізде өте көп. Олар Porsche машина, Panamera, Porsche машинаны ол еш уақытта минамас еді, если осы компания жұмыс жасама. 85 жылғы Салтанат Шаймарданова. Мен бүгін сіздерге көбісі ютубтан көріп жатыр. Егер де бұл компанияда сізге не береді? Бұл компанияда біреулер айтады, мен ұялам, айта алмаймын. Бұл жақта не обязательно круиз онсыз да сіздерге бесплатно береді. Біз круиз онсыз да бесплатно барамыз. Просто сіз мысалы шақырған 5 адам үшін сізге компания оны подарок ретінде береді. Ладно, круиз болмаса да сіз бұл бизнесті просто әр айда хотя бы бір партнердан шақырсаңыз да болады. Сіз мүмкіндігіңіз бар осындай үлкен бизнеске келуге, сіздің просто үлкен командаңыз болады. Сіз білмейсіз кімге қалай жұмыс жасайтын. Например, менің наставнигім, менің спонсорым дәл мені жұмыс жасайды деп ойлаған жоқ. Өйткені әркім өзі үшін қимылдап жұмыс жасап кетеді бұл жақта. Шын мәнінде сіз білмейсіз сіздің командаңызға қандай лидерлер келетін. Просто франшиза бір рет төлеу арқылы сіз үлкен бизнеске келе аласыз. Так, адамдар қосылыпты. Жузи, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Масқара до того $100 жинағаның өзіне мен 54 жыл жинайтын 89-да болады екен. Мен нормальный машина үй алу үшін и то 90,000 айлықта жүріп $100 жинай алсам, мен $100 жинай алмай қалған күндерде болады кейбір адамдарда. Өйткені 90,000 айлық неге жетеді? Қазір тамақ қымбат, проезд қымбат, такси қымбат, не нәрсе арзан қазір. Соған біздің айлығымыз соответствует па? Мысалы, айлығымыз соған тұра ма? 100,000 айлық алсаңыз да, 200,000 айлық алсаңыз да, сіз 54 жыл жинай алмайсыз $100-дан. Өйткені каждый сіздің тапқан табысыңыз
тек қана тамақтан артылмайды. Соны қазірден бастап түсініңіздер. Сіздер қазіргі таңда онлайн бизнес жасайтын бір-ақ рет франшиза төлеу, американский компания, біз доллармен зарабатывать етеміз. Біз карточкамен кәдімгідей Америкадан келген карточкамызбен біз доллар алып жатырмыз. Тек қана адамдарға жеткізіңіздер бұл нәрсені, ерінбеңіздер. Егер де сіздерге қиын болып жатса, наставниктеріңіз бар түсіндіретін. Міне мынандай карточкамен банкоматтан шешіп алып жатырмыз. Сондықтан бұл компания өте ыңғайлы. Өте бұл компания қазіргі таңда 21 ғасырдың болашақтың компаниясы. Балдарыңыз үшін жұмыс жасаңыздар. Путешествие онсыз да компания береді. Нормально үй алу үшін, нормально, ладно, сіз Астанада тұрыңыз, қаяқта тұрсаңыз да, Астананың өзінде 50 мың долларға сіз двухкомнатный, трехкомнатный аларсыз. Бір шикарный, бір комплексный домды, керемет дом алмасаңыз да 50 мың долларға сіз аларсыз. Бірақ осы компаниядан егер де сіз мен сияқты доходқа жетсеңіз, міне 2500 доллар, болмаса 5000 доллар шықса, мысалы 5000 доллар, болмаса 10 мың доллар айлыққа шықсаңыз, сіз 5 айдан кейін уже үйіңізді ала бересіз. 5 айдан кейін сіз 65 мың долларға машина мен керемет үйіңізді аласыз. Просто соны түсініңіздер. Қазіргі таңда мүмкіндік өте зор, жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Менің қазір жасым 35-те болды ма, Алла қаласа, менде үлкен цель, үлкен амбициозный цель бар да менде. Мен кішкентай нәрсе армандамай, мен уже үлкен нәрсе арман. Мен кезінде кішкентай нәрселерді армандап жүрген екен. Мен даже армандамайды екенмін, армандауға да қорқады екенмін. Өйткені көп адамдар армандауға қорқады. Өйткені сенбейміз. Мен өзім сондай болған, мен сенбегем. Әрбір осы бизнеске жасағаннан кейін, әрбір нәрсені көргеннен кейін, мүмкіндік бар екенін көрген. Мен Салтанат Шаймардана бұл компания тіркелген кезде, ол всего лишь региональный директор тұғын. Мен сияқты айлық алатын тұғын. Мен осы компания тіркелген региональный, потом кейін тез әр айда национальный, интернациональный, исполнительный болды уже. Мен июльде, августе уже Майкл Хатчисон келген кезде. Өйткені Салтанаттың командасына әр айда оған максимум 100 адамнан, 200 адамнан қосылып отырды, максимум. Сондықтан бұл бизнес өте қазіргі таңда 21 ғасырдың онлайн бизнес. Сіздер жасай алмайым деп айтпаңыздар. Бұл біздің мұрнымыз қанайтындай бір жұмыс емес та бұл. Пәленбай вагон бір күріш түсір деп атқан жоқ бізге. Біз просто предлагаем үлкен бизнес. Қалай ма, қаламай ма, әркім өз шешеді. Сондықтан бұл бизнесті әр адамға айтқан сайын жүрегіне жеткізу керексіздер. Осы компанияның мүмкіндік бар екенін айтыңыздар. Өйткені ол адамдар бұл бизнесті шамалы болса да, бір кішкентай ғана болса, қағып алатын болса, үнілетін болса, ол сізге қарамайды, ол ары қарай жұмыс жасайды. Сондықтан мен мына жерде простой бір келтірейін мысалға. Сізге қанша ақша керек мысалға бір күнде? Мысалы 42.500-ді күтіп жүр ғой, мысалы 42.500 түспеген адамдар бар, Франшиза төледіңіз 295 доллар. И шақырдыңыз бір адамды. Мынаны өшіртсай. Бір адам шақырдыңыз, например, Саматты шақырдыңыз. Сізге компания 50 доллар берді. Маратты шақырдыңыз, сізге компания 60 доллар берді. Саматты шақырдыңыз, компания 70 доллар берді, например. Уже сіздің қалтаңызға түскен ақша 180 доллар. 180 долларды сізге кім береді? Қай жақ береді, например? 80-90 мың теңге. Егер сіз бұны бір күнде жасайсыз ба, бір сағатта жасайсыз ба, өзіңіздің неңізге байланысты. Компания ары қарай 80-90, 100-110 бұл кете береді ары шақырған сайын. Может, сіз бизнес жасау үшін, круиз емес, бизнес жасау үшін адамдар шақырсаңыз болады. Бұл жақта не только круиз, біз негізі үлкен бизнес предлагать етіп тұрмыз. Сондықтан мүмкіндік көп, точно алады. Қанияға мүмкіндік бар, өзіңіз алдыңыз ғой. Сондықтан ежемесячный зарплата да бар. Енді 1+ деген, бүгінгі 1+ті мен жазып алдым. 1+ деген, например, апрель қазір сіз тіркелдіңіз 295 доллармен. И бір партнер шақырдыңыз, бір партнерға сізге 50 доллар береді. Уже сіздің командаңызға 2 адам келді. Өзіңізбен бірге екеу деп есептейік. Май басталды. Май айында сіздің шақырған бір адамыңыз, партнер, сіз бір адам и партнеріңіз бір адам тіркелсе, уже сіздің командаңызға 4 адам келді. Июнь айында сіз шақырған 4 адам болды ғой. 4 адам көрініп тұр ғой, 4 адамыңыз
каждый бір адамнан әкелетін болса, мысалға 2-ке көбейткен 4-ті, мысалға сіз бір адам, олардың барлығы бір адамнан болғанда 8 адам кетті командаңызға. Сізбен қосқан кезде уже 8 адам. Июль айында 8 адамыңыз тоже бір партнердан әкелетін болса, сіздің командаңызда 16 адам болды. Командаңызда. Август айында 16 адамыңыз тағы да тоже бір адамнан әкелетін болса, айына 32 адам болды. Уже сіздің зарплатаңыз уже август айынан бастап $300 маркетинг директор деген статуста боласыз. Сентябрь айында тоже 32 адам, $300 жалғастырасыз, 64 адаммен, 2 адамнан, бір адамнан келгенде, 32-ні 2-ке көбейткенде 64 адам болды. Октябрь айында 64 адамды 2-ке көбейткенде уже 28 адам. Сіздің айлығыңыз мынау уже $1050. Ноябрь айында 64 адамыз 128 болды, 128 адамыз каждый бір адамнан келгенде 256 адам болды. 250 адам болған кезде, міне 250 адам болғанда R-ді боласыз, сіздің айлығыңыз $2500. Міне $2500 айлық аласыз. Уже сіздің 256 адамыңыз сентябрь айында әрқайсысы бір адамнан, өзіңіз де бір адам әр айда қосып отыратын цель болып, командаңыз соны үйретсеңіз, 512 адам болған кезде сіздің айлығыңыз міне 512-ден уже $5000. $5000. Мына жақта $10,000. Дұрыс жазбаппын ғой. Уже сіз мына жақта уже $5000, 512 адамда. 500 адам болған кезде 500 человек міне. Национальный директор $5000 айлық. 512 адамыңыз, әрқайсы бір адам екен, 1024 адам. 1000 адам болған кезде командаңызда сізге компания $10,000 айлық береді. Міне, $10,000 айлық. Командаңызда 1000 адам болма, сіздің айлығыңыз уже $10,000 мен $5000 қосып бергенде $15,000 айлық береді. Командаңызда уже 1024 адамнан кейін, каждый бір адамнан болса, 2048 адам, тоже $15,000 айлық аласыз. $15,000 айлық аласыз. 2048 адамыңыз уже әрбір қайсы бір адамнан әкелсек, мынау қай ай? Март айында уже, келесі жыл март айында сіздің командаңыз 4096 адам, уже сіз $25,000 айлық аласыз. 4096 адам дегеніміз почти 5000 адам, 5500-ге жеткен кезде ғой, уже 2500 адамнан астыма $25,000 айлық аласыз. Плюс наған Rolex сағат. Уже март айында. Ары қарай уже апрель, бір жыл болды, 12 айда сіздің командаңызда 4096 адамды бір адамнан көбейткен 8192 адам, уже сіз 5500 адамнан асып кетті. $55,000 зарплата плюс бонустармен айына $110,000 айлық алатын борт директор деген шыңға жетесіз. Борт директор дегеніміз әр айдың 7-сі күні сізге компания $55,000 айлықпен плюс сізге по $5 глубинадан бонус беріп тұрады. Қай жақта ондай, қай бизнесте, қай жерде айына $110,000 айлық береді. Егер де осы системамен жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздерге айтайын, минимум бір жылдан кейін минимум айына $10,000 айлық аласыздар. Ол 100% гарантия, өйткені оның барлығын кезінде салтанат жасаған, кейіннен оны біз жасамай кеттік, даже оны мән бермей кеттік. Бірақ сол нәрсені мен бұрыннан білем, бірақ көбінесе мен оны командаларға каждыйына бір адам, 2 адамнан әкел деп айтып, бірақ на самом деле настырно командамен жұмыс жасайтын болсаңыздар, действительно әрбір командаңыз сіз сияқты жұмыс жасайтын болса, барлық командаңыз сізде борт директор, сіз уже амбассадорға шығасыз. Борт директор дегеніміз бұл компаниядан акционер боласыз, балаңыздан немере, шөбере, шөпшекке кете беретін. $110,000 айлық алып отырсаңыз, сіз уже бір жылда сондай табыс тауып жатсаңыз, әр айда сіз енді қай жақтан алғыңыз келеді? Островтың жағасына үй алғыңыз келе ма? Жоқ, машина ең кереметін Феррари алғыңыз келе ма? Ройс-Ройс алғыңыз келе ма? Уже сіздің действительно өміріңізді күрт өзгертуге мүмкіндік бар. Қазіргі салтанаттың айтқан сөзі бар. Салтанаттың айтқан сөзі бар.
Қазір шын мәнінде бай кедей болып бөлінетін уже заман болды. Шын мәнінде қазіргі таңда 42 мың теңгені аңдып отырған адамдар бар шын мәнінде. Осы карантинде қандай жұмыс жасасам екен деп отқан адамдар бар. Запастағы ақшасын не істесем екен деп отқан адамдар бар. Іздеңіздер, табыңыздар, мүмкіндік беріңіздер, жасаңыздар. Өйткені бұл компанияда қазір жасадыңыз ба, қазір сол ақшаңызды алуға мүмкіндігіңіз бар. Қай уақытта осыны шешім қабылдайсыз, сол уақыттан бастап сізге компаниядан айлық алатын мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан жасаңыздар. Қазіргі таңда ұйықтап отыратын кез емес, жұмыс жасайтын кез, онлайн бизнеспен жұмыс жасайтын кез, көшеде жүріп кезіп жүріп әркімге жалынатын кез емес. Қазір осындай мүмкіндікті әр адамға түсіндіретін мүмкіндікті осындай бар екен түсіндіретін, ешқандай ұялмай осы жақта ақша бар екен айтатын қазіргі кез. Сондықтан уақытты жібермей тек қана жұмыс жасау керек болып тұр қазіргі таңда. Круиз, путешествие, оның бәрі онсыз да компанияның беретін тегін бесплатный саяхаты. Бүгін тағы бір жаңалықпен бөлсен, бүгін интернациональный біздің компанияда негізі 10 түрлі доход бар. Біз тек қана 5 түрлі үшеуін ғана айтамыз. Бізде компанияда 10 түрлі доход бар. Ол бірінші доход мгновенный бонус. Мгновенный бонуста ол жаңа айтқанда 50, 67, 80, 90 доллар. Мына мыналар. Бірінші партнердан 50 доллар, екінші партнердан 60 доллар, үшінші партнердан 100 доллар, 70 доллар, 80, 90, мына осы 150 долларға дейін. Уже 11-ші партнердан бастап, плюс ары қарай 11-ші партнердан бастап 150 доллардан беріп отырады. Бұл первый доход, мгновенный бонус деп аталады. Екінші доход ежемесячный зарплата 300 доллар, 1000 доллар, 2500, мына осылар 55 мың, 110 доллар. Төртінші доход, үшінші доход ол резидуальный бонус по 5 доллардан глубинадан сізге беріп отырады. Каждый глубинадан по 5 доллардан. Төртінші доход. Бесінші доход бесконечность, бесплатный круиз. Бесплатный круиз, бесінші доход. Алтыншы доход бесплатное обучение тренингом. Каждый 6 ай сайын компания промоушен жасайды. Осы алдыңғы жылдарда региональный директордан бастап промоушен жасайтын региональный директор болса, 2018 жыл сентябрьде біздің командада Камила Канапьянова барлық региональный директорлар Кореяда азиатский круизда бесплатно обучение бүкіл әлемнің біз сияқты региональный директордан жоғары барлық директорларды жинап, сол жақта обучение болған. Егер де оған бара алмайтын болсаңыз, сол жаңа расходты, гостиница, круиздің расходын, перелетін бәрін сізге қалып төлейтін тұғын. Одан кейін бізде неде болды? Андоррада болды. Андоррада болған кезде национальный директордан жоғары болды. Национальный 5000 доллар айлыққа шыққан, командасы 500 адам. Ол кезде бізде Гаухар Айбарова біразы барды. Енді осы бил Мальдива жасаған только интернациональный директорларға бил осы апрель айында олар Мальдивада 15 күн прокачка обучениеға бару керек болатын тұғын. Майкл Хатчсон қазіргі таңда барлық мемлекет тоқтап тұрғандықтан компания бүгін обучениеге бара алмаған барлық программаны орындаған интернациональный директорларға 5000 доллардан карточкасына аударды. Наличный ақша. 5000 доллар. Представляете? Компания обучениеге бара алмаған үшін бесплатно обучение бара алмағандықтан гостиница бәрін төлеп қойған, гостиница бәрін ақшасын қайтарған екен. Сол жұмыс жасаған интернациональный директорларға 5000 доллардан карточкасына түсірді. Бүгін дәл бүгін мен до того в шоке. Если он компания бермесейді, обучение болмай қалды, кейін болады десе де, мысалға біз ештеңе істей алмас едік те. Обучение болмады деп, мен сөзімде тұрам деп, компания президенті Майкл Хатчсон 5000 доллар карточкасына аударды. Представляете, мен до того в шоке. Плюс компания каждое обучение бесплатно бонустар береді. Плюс бізде стимул круиз деген бар. Стимул круиз тоже, если без партнер шақыратын болсаңыз, оған қосымша стимул круиз, 6-шы доход, 7-ші доход айтым. Одан кейін каждый жасаған бір программа жасаған үшін компания бонустар беріп отырады. 500 доллар, мысалы, быстр стартқа 500 доллар қосып береді. Одан кейін Rolex сағат 25000 доллар айлыққа шыққан кейін Rolex сағат 25000 доллар тұратын Rolex сағат.
компания 10 түрлі доходты қаяқтан береді, даже машина компания подарить етеді. Егер де сіз быстрый стартпен егер борт директорға жетсеңіз, сіз машина, қалаған машинаңызды ала аласыз. Компания Дотовый щедрый маркетинг план, компания өте щедрый, өте керемет. Өйткені бұл компания американский, жұмыс жасағаныңызға байланысты компания өте мықты сіздерге бонустар, индивидуальный бонустар барлығын береді. Мен өзім осы компания 1 жыл 6 айдың ішінде бесплатно круизға барып келдім. Бесплатно круиз қайда бар, маған айтыңыздаршы. Бесплатно нәрсе қақта бар, маған бар ма? Айтып беріңіздерші маған. Только 5 адам шақырасыздар да, и бесплатно сіз шетелге демалып қайтасыздар. Үш мемлекет 7 қаланы кімді алып кетсеңіз де оны алып кетесіз. Ата-анаңызды ма, или бала шағаңызды ма тегін барып қайтатын мүмкіндік бар. Қай жақта бар, маған айтыңыздаршы. Бір жерде бар, сондай нәрсе бар, ондай нәрсе біз көріп жүрдік деп айтсаңыздар, мен сіздерге сол компанияға мен тіркелеймін. Бар ондай компаниялар, бірақ пәленбай миллиард товарооборот жасайсыз, бірақ сіз отбасыңызбен емес, командаңызды сіз өзіңіз ғана барасыз. Бірақ оборотта команда жасап тұр. Бұл жақта сіз шақыру арқылы, 5 адам шақыру арқылы сіз тегін саяхатқа бара аласыз. Отбасыңызды, барлық отбасыңызды, достарыңызды алып кете аласыз. Мен өзім осы компанияға келгеннен кейін мен көп нәрсесім. Оказывается, біз әшейін қарапайым өмірде ештеңе керек жоқ маған. Менің өмірім өзіме жақсы, мен солай өмір сүргенмін. Мен жақсы өмір сүріп жатырмын. Айлығым бар, Құдайға шүкір. Мен мұғаліммін. Қайтадан көтеріліп кетеді, өйткені олардың знаниялары өте жоғары, олар тек қана жақсы нәрсеге сенеді, ешқандай негативке берілмейді. Роберт Кийосаки айтады, егер де мен банкрот болсам, мен сетевой компаниядан бастар едім дейді. Сетевой компания дегенімізді біз көбісіміз түсінбейміз да даже. Сетевой компания дегеніміз үлкен бизнес строить ету үшін тек қана кішкентай вложениемен, командамен жұмыс жасайтын мүмкіндікті. Команда арқылы сіз миллиардтаған ақша аласыз, миллиондаған ақша. Так, Ақылбек аға. Хорошо, сақтап қоям эфирді. Сондықтан бұл бизнесті мен қазіргінің өзіне сіз марафонда айтып жатсыз ғой, давайте марафонда. Келесі айда адам табылмай қалса деген сөзді айтпаңыздар. Шын мәнінде бір партнер дегеніміз дым емес. Шелде Зейнеп деген апа бар, 3-ақ күнде 30 партнер әкелген. Ғани мырза бар, 5 сағатта 5 партнер әкелген. Сондықтан айына бір партнер деген ол дым да емес, былай қарап тұрсаңыз. Наскен ханым, сіздің Лара ханымыз да ол нәрсені жасайды. Сондықтан қазір сол сұраққа тағы да айтып кетемін. Мен не айтып жатырмын, ойым бөлініп кетті ғой. Біз совет өкіметте өмір сүрген екен, бізге қалай тәрбиеленді? Мемлекеттік жұмыста жұмыс жасасаң, сояққа тұрып алсаң, наныңды жейсің, стабильный айлығың жүріп тұрады, пенсияға шығасың. Сол нәрсені бізге қалыптасып кеткен. Бірінші біз жұмысқа орналасқан кезде мен 17 000 айлықпен жұмыс жасағам, лаборант болып. Любой мемлекеттік жұмыс болсын, любой бір стабильный айлыққа жұмысқа тұрсаңыз, бірінші сіз стажыңыз жиналмай, сізге бірден пәленбай мың теңге ақша бермейді, 100 000 теңге сізге айлыққа отырғызбайды. Стажыңыз 5 жыл стаж қосылғаннан кейін барып сіз 100 000 айлыққа шыға аласыз. Келісесіздер ғой, 30 жыл стажбен жүріп, айдан айлыққа жете алмай жүрген адамдар бар. Балдарын платно оқытып, даже квартира тұрған адамдарды көріп жатырмық.
20 жыл 30 жыл мүмкіндік болмай жүрген. Сондықтан осы компания менің шын айтқанда өмірге деген көзқарасым өте қатты өзгертті. Мен осы компанияға өте рахметімді айтамын. Осы компанияның арқасында мүмкіндікті көп алғаныма. Енді саяхат ол болса да, саяхат онсыз да болса да тегін болды. Саяхатқа елді көргеннен кейін тіппен ол жаққа барып демалғаннан кейін вообще өзім шын мәнінде көп нәрсе арманда. Уже ол нәрсені көргеннен кейін бұрын шетелде армандасам, қазір мен тек қана осы бизнесті үлкен команда строить етуді, барлық халықтар ақша алса екен деймін, барлық халықтар осындай тегін саяхатқа барса екен деймін. Мен кезінде тек қана круиз айта берсем, қазір только бизнес айтқым келеді. Неге? Бұл бизнесте действительно ақша көп, жасау керек. Бір-ақ рет франшиза төлейсіз де, сіз үлкен бизнеске қазір марафон жүріп жатыр, тем более марафонға 1+ деген марафон тіркелесіз. Бір партнер тіркесеңіз, сіз борт директор Салтанат Шаймарданованың жеке чатына қосыласыз, сізге тапсырма беріледі. Сізді бір жылда айына $110,000 айлық алуға шығаруға мүмкіндік жасайды. Сондықтан тек қана осы бизнесті біз үнемі мен бизнесті предлагать етемін, бірақ мен саяхатты да көп айтатын тұғымыз. Бірақ қазіргі таңда мен саяхат айтқым келіп тұрған жоқ, мен тек қана бизнес айтқым келіп тұр. Өйткені саяхатты сайт қазір жұмыс жасап тұр, круиздар жұмыс жасап тұр. Қазір тек қана Франция ғана рұқсат бермей тұр. Қалған мемлекеттердің барлық, құдай қаласа, уже сентябрь, октябрь айларына уже круиздарын сатып жатыр. Даже майдан бастап сатып жатыр. Азия мемлекеттер майдың 30-нан бастап круиздар жұмыс жасап тұр. Енді бір Алланың қолында. Бұл да енді бізге берген сынақ. Карантин ол тек қана круизға байланысты емес, ол круиз емес, шетел емес, тек қана біздің Қазақстанда. Даже мен Қызылордадан шыға алмай отырмын, Қызылорданың ішіне уже бара алмай отырмын, бізде барлық жер жауып жатыр. Сондықтан бұл компанияны халыққа айтарым, достарға айтарым, таныстарыма айтарым, жұмыс жасайық, бизнес жасайық, үлкен бизнес жасайық, онлайн бизнес жасайық, мүмкіндікті жіберіп алмайық. Әрбір күніңізді, әрбір сағатыңызды үнемді тек қана үлкен мақсатқа қойып өткізсеңіздер деймін да. Әрбір сағаттарыңыз, әрбір минуттарыңыз сізге бағалы болсын деймін да. Осы компанияда егер де сіз күніне бір, қазір үйдесіздер ғой, бір күніне мақұл 3 сағат, күніне 4 сағат, күніне 5 сағат уақыт бөлсеңіздер, кәдімгі жұмыс ретінде қарасаңыздар, мен сіздерге айтамын, 100% гарантия беремін сіздерге. Сіздің айлығыңыз уже бір айда сіз $300 кемінде аласыз. 100% гарантия беремін, егер сіз 5 сағат арнасаңыз күніне. Сондықтан қатып қалды ма мен даусым? Қатып қалды дейді. Хорошо, мен сақтап қоям. Көбісі Астана уақытымен мен